Да, 21 ғасыр. Ұят. Европа, Америка. Дамып кетті бұрын. Біз әлі жүрік сол орыстың техникасымен. Біздер өндірістік аймақта жүрген жоқпыз. Қазіргі уақытта базаның ішінде жүрміз. Өндірістік аймақта каскамен жүру керек. Міндетті ол. Мөлдір мұнай сервис. Қазмұнайгаздың біздерге қазіргі таңда ұсынып жатырған компаниясы. Заң талаптарына сәйкес. Ана Аснаскінің дауысын қараң. Мына екі подъемникте ПТЗ жоқ. Освещение де жоқ. Мына подъемниктерде, ана подъемниктердің освещение слабый, кішкентай, жоқ деудің қазы. Түнгі уақытта жұмыс жасағанда оператормен көмекшісі жап-жарық освещениеде жұмыс жасау керек. Мына жарығын құртақандай. Мынада освещение жоқ вообще. Барлық жерінен мая ағып тұр. Тростары ауыспаған. Тростары мынау екінші ярыстың тросы уже изношенный. Да, бұл подъемниктер адам өміріне қауіпті ғой. Подъемниктер просто сырланып қалады. Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы. Мына верхний кабинада машинист жұмыс жасайды. Саққа бір-екі айтып жүрсеңіз. Енді мынау қарасаңыз не ағаш көріпсіңіз, бұл қай заманның несі екені белгісіз. 70 жылдар, 80 жылдар. Жұмыс жасау деген енді адам жұмыс жасайтын жер ғой, бұл жерде 12 сағат отырады деп есептеледі. Бұл адам отыратын жер емес енді. Краскілерді көріп тұр ғой, жаңа жағылған краска екен, сырланған да. Красканың иісі шығып тұр ғой. Тойдырып қойған үшін. Сваркленген жерлері бар үшін. Бұл қазір тексеріп. Дефектоскопия. Қазір құжаттардың барлығын сұраймыз. Бірінші техниканың состояниесін қарап алып жатырмыз. Визуально қарап жатырмыз. Визуально. Қызырылған жоқ, жұмыс салған жоқ әлі. Мына темір есіктің ручкасын алып қойыпты. Машинист, электриктер. Адамдар қайда қыздырып көрсетсін. Үшке салсы қа, дауыстар қалдырып жатқан. Вагондарында қандай не замечание бар? Да, вагондар ең, братан. Мәдени үйшіктері. Не вагон да? Талманетін жүктер. Қас құрдасы кішкенкіл шары қарай. Адамдар киініп жатыр екен қазір. Адамдар киініп жатыр. Мәдени үйшігі. Мына мәдени вагонда жилойдың ішінде теплый пол болу керек. Полы жылы болатындай. Аристон болу керек. Жылы суға жуынатындай. Душ болу керек ішінде. Оның ешқайсысы жоқ. Умывальниктің түрі мынау. Душовой жоқ. Душовой жоқ. Мына станоктар білмеймін, адам денсаулығына зиян ғой мынау. Жоқ, нақты заң бойынша нелері жоқ. Несі жарамсыз? ПТЗ жоқ түгел. ПТЗ жоқ, ол жұмыс жасауға ол уже жарамсыз. ПТЗ жоқ. Екіншісі. Кабиналарды тұмар ғой. Иә. Дауыстарды көріп тұрсың ғой, шалдырлап, соғып тұр. Бір жерден списание шыққан заттар ғой мынау. Дефектоскопиядан өткен құжаттары бар ма екен, жамбат қайда екен? Жоқ, құжаттары сол басында реттеміз дейді. Жоқ, оған біз келіспейміз. Нақты бізге құжаттары көрсетсен ол. Енді бар, істейді, айырат деп тұр ойын, орсын шеші. Мына қазір бегуновка жасайтын ПТЗ. Атам заманғы Совет Союзден қалып қойған техникалар ғой. Біздің қазаққа әлі жарамды жұмыс жасауға болып тұр ғой. Солғы үндемей келгеннің кесірлігі барлығы. Өз құқығымызды қорғай білсек, заң талаптарына сәйкес техника болатын еді. Ана 2 күнде де жоқ.
Астарында қарап шықтық, шіріп отыр ансы вагон. Мына Оснастькінің дауысын қараң. Құдай сақтасын. Дауысы деген. Дұрыс айтасың, металлонға өткізіп жіберу керек. Паспорт 2023 жылы болып тұрған шығар. Мүмкін білмейміз ғой, әлі құжаттарын тексерген жоқпыз, көрген жоқпыз. Техникаларын тек визуальный қарап шығып жатырмыз. Ассалаумағалейкум. Қалайсың ба? Аллаға шүкір, қалай өздері? Мынау біздің Ержан деген механик. Ержан, не айтасың мына техника жөнінде? Шаршап тұр техникаларды. Нашар ма? Жарамсыз ба? Ананың да пытысы, ананың да пытысы жасамайды. Міне көрдіңдер ғой ағайындар. Біздердің әділ, адал механиктеріміз барлығын таза айтып беріп тұр. Кермактарын бәрін шешіп алған. Кермактарын барлығын шешіп алған дейді. Подъемник уже жарамсыз болып есептелінеді. Аналардың стойкасын варт етіп, сварка тегізіп, варт етіп тастаған уже мынау. Қолдан жасалған бәрі. Мына жерлер міне қолдан жасалған, мына сваркамен тұр мынаның барлығы. Мынау болмайды, техникалық регламентке сай емес. Бұл дефектоскопиядан өтпейді уже. Мынаның барлығы сварка міне. Домкратқа сваркалеп қойған еще тем более. Бұл деген промбезден өтпейді ғой, РГТ-ге бармай-ақ промбезден өтпей қалды. Мынандай түтінде көк түтінде, қара, қайдан айдатты. Глушительден шықпайды мынау. Кабинаның ішінен шығып тұр. Міне қалай варт етілген көрдің ба міне? Міне сваркаленген. Қолдан салынған 70-тік тұр ба? Ең кәдімгі скважина. 2,5 па? Иә, 2,5. Міне қолдан жасап қойған сваркамен, стойканы. Вышкамен кабинада. Вот, қазмайгаздың ұсынып жатырған мекемесі осы. Адам қайда скорсқа салсың маңы? Кім заңмен жұмыс жасайды екен, көрейік. Кім заңға бағынады екен. Сізге ұсынып отқан осы техникалардың вагондардың түрі осындай. Бөлінген ақшалар біреулердің қалтасына кеткен шығар. Мынау өзі экологияға зиян, мынау глушитель деген. Мынау ала түтін болып тұр мына жер. Мынау шарылдап зорға жұмыстап тұр моторы. Түтін мына жерден шығып тұр. Негізі мына глушительден шығу керек. Біздерді өмірімізді қауіп қатерге тігіп соған жұмыс жасайды деп ойлап тұр ғой. Біздер заң бойынша сұраймыз барлығын. Біреуде өте алмай қалады. Мына подъемникте де біздер бар ғой, автобустың ішінде тұрғанда көрдік. Айтпай ақ қояйын. Қандай сәсінде алғанымды да. Мына қалған енді өзіңді көзің кетіп тұр ғой. Мөлдір мұнай сервистің директоры Ерлан деген жігіт. Жасата алмайсың да. Бұны жасатқан күннің өзінде де екі баланың өміріне кім жауап береді?